тарихи тамыры тереңнен бастау алатын. Көшпенділер ұрпағы ұлы түркі мемлекетінің туын ұстаған қазақ халқы өркениет биігіне әлде қашан шығып қойған. Оны бүгінгі әлем ғалымдары да мойындап, сәулет өнері, мәдениет пен әдебиеті, білім, ғылым, тіпті бүгінгі инновация деген жаңашылдықтың да тамыры ат үстінде жүрген алып мемлекеттен бастау алатыны белгілі болды. Кешегі Кеңес империясы құйтырқы әрекеттерімен қанша жапқысы келсе де, ұлттың дәстүрімен даму үрдісін тоқтата алмады. Тәуелсіздік алған тұста өшкен жанып ұмыт бола бастаған қайта оянды. Сол құндылықтардың бірі қазақ халқының ұлттық спорт ойындары алаңға қайта шықты. Зер салып байқап қарасақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс тіршілігіне тығыз байланысты туған және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке, тағы да басқа адамгершілік қасиеттерге баулуға бағытталған. Атпенен жаңағы айналысқан, ат спортымен айналысқан баланың өзі кішкентайынан мысалы, олар епті болады, өте ыңғайлы болады, қарулы болады, сосын кейін батыр болады. Кез келген бала аттың үстіне мініп шаба алмайды. Оны шабу үшін де жаңағы ол балада жүрек болу керек. Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды ойластырып, дамытып отырған. Қазақстан ұлт ойындарына өте бай халықтардың бірі. Бірақ ол ертеде ауызекі туып, жалпақ жұртқа ауызша таралып отырған. Сол себепті көпшілігі бүгінгі күнге жетпей ұмыт қалған. Ұлттық ойындар туралы қағаз бетіне түскен алғашқы деректер 13 ғасырдан бастау алады. Оны алғаш жинап Еуропа жұртшылығына таныстырған Италия саяхатшысы Плано Карпини болды. Бүгінгі таңда көптеген зерттеуші мамандар қазақтың ұлттық ойындарын 5 түрге бөліп талдайды. Олар аңға, малға байланысты ойындар, түрлі заттармен ойнатылатын, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар және соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі 100-ден астам. Солардың басты дегендері көкпар, аударыспақ, теңгілу, алтын қабақ ату, асық, қыз қуу, тоғыз құмалақ. Этнограф ғалымдардың пайымдауынша ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта қалыптасқан. Олардың ішінде тоғыз құмалақ, қуыршақ, асық ойындары Азия елдерінде тайпалық одақтармен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамымыздағы ұлттық ойындардың шығу негізі, шығу тегі халқымыздың салт дәстүрімен сабақтасып жатыр. Қазақтардың ойындарында ежелгі заманнан келе жатқан тастан, ағаштан, аң сүйектерінен, кейін металдан жасалынған құралдар қолданылатын. Кең дамыған халықаралық қарым-қатынастар ойын-сауықтың жаңа түрлері